Шеберлік каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда біз осындай үй жағдайында осындай кнопкаларды қалай орнатуға болатындығына қатысты қарастыратын боламыз. Біздің қолымыздағы бар құралдардан не керек? Бігіз керек. Әрине, ұшы болмай-ақ қойсын. Сонымен қатар ілмегі болмай-ақ қойсын деген. Сонымен қатар осындай отвертканың басы, насадка деп жатады. Одан кейін бізге қажет болады балға. Сонымен қатар осындай темір. Осымен мүмкін біреулерге керек болар, біреулерге қажет болмайтын шығар. Тесуге арналған. Егер сіздер осындай былғарға орнатқыларыңыз келсе, сонымен қатар тағы ұмытып барам, осындай болттың басы брандысы болса жақсы. Және де бізге осындай былғарыны істеу қажет болады. Былғарыны. Сіздердің жағдайларыңызда мүмкін ол үй жағдайында киімдеріңізге матаға тігу керек болатын, орнату қажет болатын шығар. Сонымен кірсек, мен осы былғарға істеймін. Мынау ең бірінші астарын орнатам. Осындай 4 бөліктен тұрады кнопка. Егер сатып алып жатсаңыздар, ескеріңіздер, мынау астына кетеді. Мынаны тесігіне кіргізіп алдым. Егер былғарға өздеріңіз орнатып жатқан болсаңыздар, онда ескеріңіздер, мынау шығып тұратын жері жартысы болмаса да, осы шошайып тұрғанның біразını кіріп тұру керек. Көрдіңіздер ме? Өйткені мынау жартылай келген кезде осы жерінде өзінің белгісі бар. Көрсете алмай жатыр. Жақындатқаннан кейін де шығар. Өзінің белгісі бар. Сол белгісінде мына жер кіру керек та, мынаның да кішкене қыстырылған жері бар. Мына жер. Яғни мынаның үстіне тұру керек. Қазір жан жағын бәрін басып жіберейін. Содан кейін барып алып оны мынаның үстіне қоямыз. Жаңа болттың брандысы деп жатқаным мынаның үстіне қойып ұру үшін. Тағы бір ескеретін жайт, мына басымен бұранданың ішінде тұру керек та, үстінен ұрған кезде мына басын жалпайтып жібермес үшін балғамен. Түсінікті шығар. Сонымен қазір орнатамыз. Яғни қойып қойдым. Ыңғайласып алайын. Міне, орнаттым. Көрініп тұрған шығар. Шыға қоймайды оңайлықпен. Осылай орнатамыз. Келесі жағына, екінші жағын сіздердің көздеріңізше жаңағын теспедім, енді мынаны сіздердің көздеріңізше тесемін. Яғни бізге қажет болады. Мына жақтарын мен әлі кесіп тастайтын боламын, әдемі болып тұру үшін. Сонымен әдемі болып тұру үшін ортасын табамыз. Сәл былай қозғалту керек сияқты. Осы бір жерлерде ортасы болады. Оны бігізбен немесе жаңағы осындай тесетінмен тессе болады. Мен жағдайымда. Сіздердің жағдайларыңызда бұндай тесетін болмаса, астында ағаш тағы басқа нәрселер болса жақсы тесіп шығады.
тесігін кішкене кеңейту үшін мен осылай өткізіп жіберем. Бұл 1 мм-лік тескіш. Және де тесігімін көріп тұрған шығарсыздар. Өткіздім. Бұл жағында кішкене басып жібереміз. Содан кейін барып осылай ішіне кіргіздік. Мынау тесікті ішінде көріп тұрған шығарсыздар. Бір ескеретін жайт, көрермендер, мынау ішіндегі домалақ бар емес пе? Соны біз жалпайтып, оны мына отвертканың көмегімен жалпайтатын боламыз. Осындай 4 бөлек кету керек. Содан кейін барып, мынау екі шетіндегі, мынау және мынау. Бұлар пружина сияқты әрекет етеді, ары бері қозғалады, көріп тұрған шығарсыздар. Сол себепті бұларға зақым келтірмей ұруымыз қажет болады бізге. Сол себепті аламыз да осылай тесігіне салдым. Көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Қазір мен сәл жақындатайын. Сіздерге жақсы көріну үшін. Алып, мүмкіндігінше жаңағы шет-шетіндегі пружинаға аса қатты тигізбей, жаймен ғана ұрамыз. Күш салмаймыз бір жерге, өйткені мынау екі шетіндегі. Мен енді көріп тұрған шығарсыздар, жаңа домалақта болып тұрса, енді қазір 4 бұрыштылау болып қалды. Сәл алыстатайын, е. Міне осылай өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Енді бұны жаңағы бүгіздің көмегімен шет-шеттерін жалпайтамын. Қазір сіздерге көрініп тұр ма, жоқ па білмедім. Айта кеткен жөн, осылай негізінде арнайы құрал сайманы бар, орнататын, преске ұқсайтын. Солардың көмегімен осыны істейді. Бірақ ол егер теңдеме шағатын болса, шамамен бір 13-15 мың тұрады ау қазіргі таңда. Ал 2018 жылдың уақытысын айтып жатырмын. 13-14 мың алуға болады, және де әр кнопканың өзінің размері бар. Сол размерге сай әдетте отверткамен істейтін едім, қазір отвертка алып келейін. Міне осындай кішкентай отверткам бар менде. Жан-жағына майыстырып. Жаңа құрал сайманды айтып жатырмын, осындай орнататын. Олар әрқайсысы осындай басына орнатқыштар ауысып тұрады. 10, 12, 8 деген размерлер бар. Мына менің қолымдағы қазір істеп жатқан 10-шы размердегі кнопка. Яғни жаңа домалақты мен жан-жағына қарай майыстырып жатырмын ішінде. Бірақ мынаусын сәл айналдырып жатырмын. Неге? Өйткені мынау екі шетінде мына жағында темірлерге зақым келтірмес үшін. Өйткені олар екінші жағындағы бір-біріне тағып, не қадаған кездерде кедергі жасамау керек. Жұмыс істемей қалмауы да керек. Жаңа шығып тұрған несі енді көріне ме, көрінбей ме? Өзім жақындатайын. Жарық болмаса аса көріне қоймайды. Жан-жағына қарай бүгіп тастадым. Осылай істеулеріңіз керек болады. Мынау екі шетіндегіге зиян келтірмей.
Сонымен қалай болды? Тағылды. Көріп тұрған шығарсыздар. Осылай өз қолдарыңызбен жасасаңыздар болады. Ешқандай арнайы құрал саймансыз үй жағдайында. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.